Бұл кісі Мансұр ағам, әкемнің туған інісі, ауылдағы қара шаңырақтың иесі, ауған соғысының ардагері. Ол кісі біздің үйге келген кезде іші пысып орын таба алмай жүреді. Тіпті қаладағы экологиядан қан қысымы көтеріліп басы ауырып жатып қалады. Алматыларыңа рахмет армен. Басым ауырып кетті. Мен енді ауылға кетемін. Мені іздесең ауылға келесің, табасың өзің. Жақсы. Бана есіктерімді алмақтың. Жақсы. Бірақ ауылда менің ағам активист, аңшы, балықшы, тіпті машина жасау шебері. Ағам ауылдағы беделді адамдардың бірі. Өзінің сүйікті мотоциклі бар. Сәуреш. Ау, Ана кілетке кірсең оң жақта полкада солидол бересіз сол. қазір. Мансұр, қайда тұр? Ой, оң жақта дедім ғой, көзіңді ашып қараш. Енді сен айтқан жерде жоқ қой. Қазір өзім барып іздесем, тура айтқан жерден тауып аламын еді сосын қазір. Ой, енді онда өзің келіп тауып алшы енді. Ой, енді мен немен айналып жатқанын көріп тұрсың ғой. Ойлап тұрғам жоқ қой. Тап. Ой, қашанға алысасың сол мотоциклмен? Ой, мұнда жоқ, басқа жерге қойған шығарсың. Мұнда тұр екен ғой. Дұрыстап қара сол жерден. Тап. Дұрыстап қара.